Баршаларыңызға қайырлы күн. Бүгін біз сіздермен бірге Sonker платформасы арқылы небәрі 5 минуттың ішінде тест сұрақтарын құруды үйренетін боламыз. Ең алдымен Google'да біз Sonker деген сайтты тауып аламыз, яғни платформаны. Сол сілтемесіне кіру арқылы осылайдай бет ашылады бізде. Жалпы біз бұл Sonker платформасында ақылы және тегін қызметтер бар. Соның ішінде біз бүгін тегін қызметтерін қолданып көрсететін боламыз сіздерге. Бұл жерде үстіңгі жаққа қарасақ, жүйеге кіру және Sonker тегін қолданып көріңіз деген батырманы басамыз біз. Жалпы менде тіркеліп қойылған. Тіркеуден өтіп болғаннан кейін сіздерде бірден осындай бет ашылатын болады. Жалпы бұл бетке өздеріңіздің сабақтарыңыздың тақырыбын өткелі жатқан осы жерге жазатын боламыз. Мен зат есім деп жаздым. Келесі бізде сұрақтың түрлерін таңдасақ та болады. Мысалы, аралас, оқың және жауап беріңіз, бос орынды толтыру деген сияқты барлығын қарастырсақ болады. Біз көп таңдау дегенді қалдырайық. Және де нәтижеде сұрақтар саны бар. Бізде 5 және 10 сұрақтардан тұрады. Ара қарай бізде ақылы қызметкер жатады. Және неқта сыныптың деңгейін, яғни қай сыныпқа керек екендігін жазуымыз керек. Және де тілдік шығыста бізде қазақ тілі көрсетілмеген. Сол себептен ағылшын тілін таңдап қоямыз. Және де мына жерде бізге осы тақырып бойынша материал жүктесек болады. Осылайша шетке қараймыз. Оң жақ шетімізде жасау деген батырманы көріп тұрмыз. Сол бойынша жасаймыз. Енді жасанды интеллект жасап біткенін күтеміз. Бұл сіздердің небәрі 2-3 минуттарыңызды алады. Бізде мына жерде аударылмай қалыпты қазақ тіліне. Ал енді бір қарап шығайық. Бізде бірінші сұрақ. Мысық төсеніште ұйықтайды. Сөйлеміндегі зат есім қандай деген. Мысық деген сияқты қарап шығамыз. Негізі бізде мына жерде ағылшыншаға аударылу керек еді. Ағылшыннан қазақ тіліне аударылмай қалыпты. Бұның еш қорқатын жоқ. Өздеріңіз аударып алып берсеңіздер болады. Және де сұрақтардың белгішетінде жауаптар деген беті де бар. Бұл жерге балалардың жауаптары шығатын болады. Ал енді алдын ала қарау батырмасымен сұрақтарымыздың қалай көрінетінін көріп алсақ болады. Міне. Осылай бір көріп алсақ болады. Келесі бізде бөлісу батырмасын басамыз. Бұл бойынша біз сілтеме арқылы балаларға жіберсек болады, немесе арнайы QR-кодты көрсету арқылы экраннан немесе осы QR-кодты арқылы таратуымызға болады. Ішінде басып шығаруға да жіберсек болады. Бұл жерде жауап барағын шығарсақ та болады, және сұрақ барағын шығарсақ та болады. Сол сұрақ барағын шығаруды басайық. Бұл өте тиімді, әсіресе біздегі қазақ оқушылары үшін мектептерде жалпы бізде көптеген балаларда телефон болмағандықтан осындай қағазға шығарсақ болады. Жалпы бұл жерде де аударып алуымызға болады. Аудару батырмасы арқылы біз бұны қазақшаға аударсақ болады негізінде. Міне, мына жерде аударылып тұр. Міне. Келесі бөлісу әдісі бұл бізде Google форма арқылы, яғни Google формадан жіберу арқылы осы өзіміздің жасаған тестімізді балаларға
жіберсек болады екен. Егер де сіздерге тесттер ұнамаса, жаңағы сұрақтың біздер сұрақтың түрлерін таңдадық қой. Сол жерден мысалы таңдамасақ болады. Аралас деген сияқты қылып неше түрлісін таңдап, өздеріңіздің сабақтарыңызға қатысты сұрақтарды қысқа уақыттың ішінде дайындап алсаңыздар болады. Міне, қараңыздар, неше түрлі сұрақтар бар. Мысалы, көп таңдаулы сұрақтар бар. Сіздерге бәрі түсінікті болды деген ойдамын. Келесі кездескенше сау болыңыздар.